Болған оқиға асыранды ұл. Біздің ауылда екі ағайынды кісі болды. Үлкені Ерман, 70-тің үстінде, кішісі Құрман, одан 2 жас кіші. Құрманның үбірлі-шүбірлі қызы, ұлын қосқанда 7 перзенті бар. Шынына келгенде, оның перзенттерінің саны 8. Бір ұлын ағасы Ерман ертеректе асырап алған. Ерманның әйелі келін болып түскеннен етегі қанап құрсақ көтермеді. Олар алғашында жастықтың қызуымен жүріп, бала жоқтығына онша мән бермеген. Әне-міне дегенше екеуі де 40-тың ожақ-бұжағына шықты. Қатарластарының алды немере сүйгенде өздерінің қу тізелерін құшақтап отырғандары жандарына қатты бататын. Ерманға ештеңе емес, совхоздың жылқысын бағатын. Күні бойы ат үстінде, зерігуге уақыт жоқ. Ал әйеліне өте қиын. Таң ала күйеуімен тұрып, күйеуінің шайын береді де, содан соң үй шаруасына кіріседі. Шаруа дегенде не шаруа бар дейсің? 1-2 сиырды сауып қоя береді де, бұзауын арқандайды. 5-6 сұрақ түйекті өріске айдап жібереді. Бір күбі айранды піскен соң отыра қап шайға кіріседі. Жалғыздық деген жаман ғой, аста батпайды. Тіпті өзін қоярға жер таппай күйбеңдеп кетеді. Алданыш болатын бір жаман неме де жоқ деп күрсініп қояды. Ерлі зайыптылардың перзенті болмаса, қазақ санасына сіңген әдет емес пе? Көбіне көп бар кінәнің әйел жағына артылатыны. Соның әсері болар Ерманның әйелі күйеуінің алдында өзін үнемі кінәлі сезінетін. Кей-кейде тағдырына көкірегі қарс айырыла күрсініп күйінетін. Ерман өзін қамшы астына алып жатса да қыңқ етпейді. Онысы қорыққандықтан емес, перзенті болмаған соң көңілі жарымжан ғой, деп үндемейтін. Былай алғанда күйеуі жаман адам емес. Осы күні тойға, жиынға бара қалса, өздерін жұрт бір түрлі аяйтын сияқты көрінеді. Тіпті олар жылы-жылы амандасқан болып, сонысын білдіртіп те қояды. Ондайда Ерман мен әйелі ертерек үйге қайтуға асығатын. Бір күні орталықта тұратын Құрманның әйелі босанып, ұл туыпты деген хабарды ести салысымен, Ерман күрт шешімге келіп, атқа қонған. Онсыз да 3 ұлы бар, жалғыз бауырына бір ұлын қимас дейсің бе? Барып, қолқа салып көрейін, деген. Шынында да Құрман бір ауыз сөзге келмеген. Әйелі аздап қыңқылдап еді, бөтен біреу емес, өз бауырым ғой, берейік, деген. Қуанышы қойнына сыймаған Ерман жөргекке оралған сәбиді құшағына алып, үйіне жеткенше асыққан. Сәбидің іңгәлаған үні өне бойын елжіретіп, тумасында балажан Ерманның ішкі дүниесін сары майдай ертіп жүре берген. Дүниеге жаңа келген сәбидің жұпар иісі мұрнын қытықтап, ыстық сезімдер 62 тамырын қуалап, әкелік махаббатын оятып жіберді. Әйелінің киіз үйдің керегесіне сығалап тұрғанын білсе де, «Уағатын, баланы ал», деп айқай салған. Күйеуінің дауысын ести сала, үйден атып шыға келген әйелі қалбалақтап баланы қолына ала берді. Ерлі зайыпты екеуінде қуанышында шек жоқ. Мәре-сәре болды да қалды. Сәбидің іңгәлаған үні шаңырақтың құдды бір әнге бөлегендей. Ерман іле бір қойды сойып тастап, айнала төңіректегі біраз үлкендердің басын қосып, батасын алып, балаға жалғас деп ат қойды. Күндіз түні ермек еткендері сол болды. Жасқа толғанда Ерман үлкен той жасап көкпар берді. Әйелі екеуі бойларын тың күш билегендей қайта жасарғандай күй кешті. Жалғасы не ішем, не кием демеді. Ерман, жалғастан аяғанымды ит жесін деп қоятын. Жалғас орталықта интернатта жатып оқыды. Алғашында жалғасжан аман бекен деп, екеуі күндіз түні уайымдаумен болды. Ерман күн ара ат терлетіп, қоржынын сүтпен, маймен, қаймақпен толтырып барып қайтатын. Бірте-бірте үйреніп кетті.
Әніміне дегенше жалғас мектеп бітірді. Жігіт болды. Бір күні Алматыға оқуға барам деді. Айналып қана кетейін, Алматы түгіл, Мәскеуге барам десең де қалауың білсін. Кеудемде жаным барда ештеңеден қам жеме. Сені оқытуға шамам келмесе, жер басып жүрмей-ақ қойдым, деген Ерман қуанып. Жалғасы Алматыға оқуға кеткелі, әйелі екеуі біртүрлі жабырқап қалды. Жалғастан хат келсе, қайта-қайта оқып, мәз-мейрам болып қалады. Алғаш хат келгенде поштаның мотоциклінің қорабына бір тоқтасын салып жібереді. Кейінде хат келген сайын 5-10 сомды қалтасына зорлағандай болып салып жіберді. 5 жыл дегенде көзді ашып жұмғанша өте шықты. Қыста жазған хатында Жалғас: «Әке, жақын арада үйленіп қалармын», деп жазған екен. Есі шыққан Ерман тойға қамдана бастады. Қиналатын, ойланатын несі бар, Құдайға шүкір. Жиған тергені бір той емес, 2 той жасаса да жетеді. Қақаған қыста ызғарлы суық желдің өтінде тұрып, Жалғасының үйленетіні есіне түссе, өн бойы жылап қоя береді. Ақ сәукеле киген келіншегін қолтықтап, Жалғастың табалдырықтан аттаған сәтін көз алдына елестетіп, тәтті ойларға беріледі. Осы жаз Ерман мен әйелін әбден күттірді. Кемпірі екеуі қараша үйдің іргесінен өтетін қара жолға көздерін тігіп елеңдеумен болды. Бір күні інісі Құрманның кіші ұлы Болат атпен шауып келіп, Жалғастың келінді өз үйлеріне түсіргенін айтып сүйінші сұрап келді. «Мұнда қашан келеді?» «Мұнда қашан келді?» деп Ерманның өңі бозарып сала берді. Келіншегі Алматыдағы үлкен бастықтың қызы көрінеді. «Әкем өкпелемесін, қонақтарды қара жолдың шаңына көмілдіруге ұялдым. Тойды да орталықтағы үйде жасасақ», депті. Мына хабардан кейін Ерманның алабұртқан көңілі су сепкендей басылды. «Қызталақтың онысы несей?» деп күн батқанша үйге бір кіріп, бір шығумен болды. Өсірдім бе, жеткіздім бе, қызығын көрем бе деп отырғанда сыртқа тепкен несі? Тіпті болмағанда келінді осы үйдің босағасынан бір аттатып, одан соң Алматысы бар ма, басқасы бар ма, қалаған жағына кетем десе, бетінен қақпас едім ғой. Ерте бастан құлақтанып қалған ел жұртқа не бетін айтайын? Өзіңнен тумай ұл болмас деген осы екен ғой, деп әбден күйінді. Тойға да бармады. Кемпірі байғұс әрең дегенде рұқсат алып тойға барып қайтты. Содан Ерман іш құса болып төсек тартып жатып қалды да, көп ұзамай жарық дүниемен қош айтысып көз жұмды.